Енді өздерің ғой қолап баратқан. Не істеймін мен ол жақта? Ешкім танымаймын ғой, бармайым. Танымасаң таныс оласың. Бармайым. Ауа жетпей жатыр ма? Арқасынан қағып жүрші. Ауа жетпесе ұрасыңдар ма адамды? Мен қайдан білейін? Ауа жетпесең ауа келмейсіңдер ме маған? Танисың ба? Иә, танимын. Кім? Мамам күйеуі. Көке, сіздің балаңыз ба? Менің балам қайда алып баратсыңдар? Қуып бара жатқан жоқпыз, көке. Армияға алып бара жатырмыз. Армия? Армиясы не істеді? Кәдімгі әскерге, көке. Бұл бала бармайды, ты че, бармайды бұл бала? Көке, қарулы күштер заңнамасына сәйкес әрбір 18-ге толған ер азамат әскери баруға міндетті. Міндетті. Енді азамат алып кетпейсің ба? Ерболдан нең бар? Жоқ, көке, дұрыс түсінбедіңіз. Әрбір азамат. Енді азамат алып кет деп тұрмын ғой? Ербол бармайды? Ты че, сен білесің ба, бұл бала суши пет жасайтын бала. Құдай сақтасын, ертең елге қауіп төнсе, отаныңды қорғайды. Құдай сақтасын, ертең елге қауіп төнсе, суши пицца кім жасайды? Сол отырып суши пицца жеме. Неге суши пицца жеме отырсың? Сол бала армияға кетіп қалған деп. Енді отан алуына борышы ма? Борыш керек жоқ, үйде талай борыштар бар, соларды өтеу керек. Көке, енді қаншамен шақырту билет жібердік. Шақырту жүрсе бара беру керек пе? Үйде қаншама тойға шақырту жатыр, соның біреуіне де барған жоқпыз. Енді адам ұқсап келсеңдер, Балаңыз барады. барма! Не бүлдірдің сен, а? Не бүлдірдің? Айт бұл тез. Қарсаңыз, балаңыз ұрып жатыр ғой? Ой, бәлесінен уақыт тыныш тұра берші. Айт бұл тез Ербол, не бүлдірдің? Мыналар жайдан жай келмейді ғой. Тиіспе. Өз басынан бастап айтып береді. Жұмыста отқа. Мына екеуі кіріп келді. Көрдің ба? Мынау немене дейді? Жұмыста отқан, екеуі кіріп келді. Деген ғой. Ербол ма демей дұрыстап айт. Тиіспе. Балам әне, тоқы жерін айтшы, басынан бастап тоқы жерін айтып берші. Басына. Иә. Бүгін таң арайланды бақты. Ой, енді таңнан бастамай-ақ қойшы. Адамдар сабылсып жұмыстарына кетіп бара жатты. Солардың ішінде мен де бармын. Кірші ішке, тез кірші. Жұмысқа кірдім. Терезені аштым, таза ауа кірсін деп. Сөйтсем күннің көзі маған қарап күлімдеп тұр екен. Ербол сен шығарма жазып жатсың бе? Тиіспе. Қара, тоқы жерін айтшы, тоқы жерін. Көңіл күйім көтерілсін деп музыка тыңдадым. Ой, енді музыка тыңдамай-ақ қойшы. Бөлексің, жаным бөлексің деген музыканы тыңдадым. Ұра берші. Ербол немене тоқы жерін айтпайсың? Айтсайшы бол. Айт дегенде айту керек қой. Айт бұл тез тоқы жерін. Жалғыз бала дейсіңдер. Еще ұрасыңдар адамды. Енді сен жалғыз баламысың ғой, сенен басқа баламыз жоқ қой. Елдің баласын ұрып алмайды, ят болады. Ербол мияуламай дұрыстап айт. Жұмыста отқам. Мына екеуі кіріп келді. Көрдің ба? Не дейді? Жұмыста отқан, екеуі кіріп келді, қол қайыр армияға алып кетіп болмақшы болған ғой. Кім? Армияға? Тиіспе, елдің баласы ғой, бәлесіне олы. Көке, бағадан бері айтып жатырмын ғой, военкомат шақырып жатыр деп. Қой, военкомат емес, шыныңды айтшы. Осы көре алмайтын біреу айтты ғой. Осының жалғыз баласы бар, соны алып кетіңдер армияға деп, Ой, қайда көке, біздің генерал Алимұхан Жанназар сонау военкоматтан сіздің балаңызға міне повестка жіберді. Алибаев Аслан, кредитіңізді төлемесеңіз, банк үйіңізді тартып алады. Ренжімеңіз, ауыз кетті. Кредит па не? Кредит болып, біздің баланың артынан қолап жүрген қарсы олардың. Соны айтап, бірінші кредиттерін төлеп алмайсыңдар ма? Жұрттың баласында нелерің бар Сенде де кредит па? Көп па? Көп. Бірінші кредиттерін төлеп алсаңдаршы. Құдай сақтасын, ертең елге қауіп төнсе, банк сендерді жібермейді ғой. Төле. Төлеп жатырмыз ба? Қазақстан Республикасының қарулы күштері заңнамасына сәйкес. Дұрыстап оқысайшы ешкеме. Қайтып оқысына деп кеткен ғой. Сендердің ішке қатар жас келмейсіңдер ма? Военный қағаз құсады. Қазақстан Республикасының қарулы күштері заңнамасына сәйкес Кепебұлақ ауылының тұрғыны Нұрлыбай. Ештеме оқысайшы. Ары қарай оқысаңызшы көке. Қалай оқисың? Бір айдан жазылып тұр ғой, бала армияға барады дейді. Бармайды бала армияға. Кезінде садикке жібермеген баланы салпылдатып армияға жібереді дейсің ба? Бармайды бала армияға. Бара берсін, зато екеуіне де барып келесі болады ғой. Қой шей беретіндері дәм тұзы жоқ каша,
Одан кейін аяқтарының астына салып, тепкілейді қыларды. Ей, ұлыма. Ит аттатын кезде атып кетеді бекерден бекер. Стоп! Кеттік болды. Мынандай миялар әскерді құртады. Мынандай миялар әскерге керек емес. Мына балаңыз таза мияу сіздің. Кім мияу? Кім мияу? Бұл тигр. Тяжелый вопрос. Тигр. Жеңеше, қазір сіз айтып отқандай, армия, садик, беретіндері тамақ, завтрак, ужин, полдың қазір әскерге барып келген бала өзінің қалаған оқуына грантқа түсе алады. Тегін түсе алады. Бармайды бала. Ей, бара берсін да? Ей, білесің ба? Армияға бармаса военный билет болмайды. Военный билет болмаса охранникке жұмысқа тұра алмайды. Ана ағаларымды қарашы, отан үшін бастарын тік көтеріп тұр ғой. Кім айтады? Бak үйлерін тарталайын деп жатыр деп. Отан үшін. Отан үшін кредит алсаң да үйренбейсің. Ей, балам, сен армияға бар. Армияға бармасаң военный билет болмайды. Военный билет болмаса ауылға кіре алмайсың. Көшеде де жүре алмайсың. Сол шаруақта аяғын салбыратып отырасың. Қойшы, екеуміз аяғын салбырап отырғанда таныстық қой. Сені біреу танысқанымды сұрап жатыр ма? Приказ деп қоймадың ғой, әкелші бер көрейін. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Кепебұлақ ауылының тұрғыны Нұрлыбаев